Бұл өмірге біз жалғыз келеміз, жалғыз кетеміз. Бұл өзгермейтін ақиқаттардың бірі. Өмір өте қысқа. Бұл да ақиқат. Осы қысқа ғана өмірде сіздің өміріңіздегі ең маңызды жан ол сіз. Әркім өз жаны, тәні, амалы үшін жауапты. Қараңғы түнекте жалғыз қалғандай, сол жалғыз жанын ұға алмай, адасып жүрген, құлазып жүрген, өзін танымайтын жүректер аз емес. Өздеріңіз қалаған өмірді сүруге рұқсат беріңіздерші. Өз жан, тән, нәпсі қалауын ести біліңіз, ажырата біліңіз. Өз құндылықтарыңызды таныңыз. Оған берік болуға тырысыңыз. Өз қажеттіліктеріңізді өздеріңіз жабуға ұмтылыңыз. Өзгеге емес, көңіліңізді өзіңізге бұрыңыз. Сіздегі жүрек не іздейді? Не сұрайды, не қалайды? Оған не ұнайды? Қайда ұмтылады? Өміріңіздегі әр жағдай сіз үшін несімен маңызды, несімен құнды? Ең маңызды жанның тағдырын өзгеге тапсырып, жылап, сықтауды, кінәлауды доғаратын уақыт келмеді ме? Барлық сұрақта, жауапта, жауапкершілік те өзіңізде. Дәрің өз ішіңде, бірақ сен оны сезбейсің. Ауруың да өзіңнен, бірақ оны көрмейсің. Сен өзіңді кішкентай, дене деп ойлайсың. Бірақ сенің ішіңде үлкен дүние жасырылған. Бұл өмірдегі барлық мәселенің кілті сенің миыңда, сенің басыңда. Алла тағалам пенделерін жаратқанда, мынау бай болсын, мынау кедей болсын деп жаратпаған. Адамның 12 мүшесін жаратқанда, олардың барлығының 12 мүшесі бірдей, миы да, басы да бірдей. Тек сол миды әжетіне жаратып, ойланып, керегіне жүзеге асырып жатқан адам бар. Ойлануға қиналып, өмірден түңіліп жатқан адам бар. Бір-ақ рет келетін мына жалған өмірде дұрыс өмір сүремін десең, орныңнан тұр, әрекет ет. Басқалардан қай жерің кем? Дүние тап, ел көр, жер көр, дұрыс өмір сүр. Тек өзіңе сен, ешкімнен көмек күтпе. Барлығы сенің қолыңда, оған сенің қолыңнан келеді.